Көптеген жерден адамдар ақша тауып жатса, табысты болып жатса, мен таба алмасам, сол жерден менде бір нәрсе дұрыс емес. Бірінші жүйеленуге көп уақыт жұмсап, одан кейін газды басқаныз негізінде дұрыс болады. Өзгермей тұрып, әлемді, жан-жағымды өзгерткім келеді. Менің басымдағы проблеманы біреу шешіп берсе екен деп. Ең қиыны соны біреу түсінсе екен деп жүрсіз. Өмірде маған ешкім міндетті емес. Сіз ақша қайтарам деп едіңіз. Курс біткеннен кейін ешқандай нәтиже шықпаса дейді. Осы кезде ол өзінің жеке проблемасын айтып кетеді. Бұрын сонда сіз охранник болдыңыз, грузчик болдыңыз, кәсіпте болдыңыз. Одан кейін жарты жолдан тастайды, алатта анау деген былай екен, тендер деген мынандай екен, конкуренция көп екен, мына жерде солай екен. Ассаламағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар, батырлар? Осындай комментарийларда келіп жатады. Ол бір атакалар болуы мүмкін, немесе шынайы болуы мүмкін. Бірақ комментарий жазбас бұрын, бір істі қолға алмас бұрын, өзіміз неге жауапкершілікті алмадық деген сұрақ қойғым келеді. Мысалы, өз басымда да болған. Өзгергенге дейін өзгермей тұрып, әлемді, жан-жағымды өзгерткім келетін. Бұл қателік екен. Өзіңді өзгерткенде жан-жағындағы адамдар өзгеріп, өзіңе лайықты өмір пайда бола бастайды. Тура сондай біз біреуді кінәлаған жақсы көреміз. Мен өзім жертва жағдайда жүрген кезеңдерде болған. Менің басымдағы проблеманы біреу шешіп берсе екен деп. Ең қиыны соны біреу түсінсе екен деп жүрсіз. Және бұл менің басымда ғана үлкен бір мәселе болып көрінеді. Ол жай ғана бір шиқылдаған әңгіме біреу үшін. Сол үшін қараңыз, бұл жерде айтайын дегенім, осындай комментарий жазбас бұрын сіз дайын болдыңыз ба деген сұрақ қойдық. Осы сұраққа 99% жауап бере алмай жатады. Сырттай, жай ғана өмірім өзгеріп кетеді деген болмас. Алтын таяқ, сиқырлы таяқ, немесе қандай да бір волшебный таблетка ешкім бермейді. Өмірді өзгерту оңай емес. Сол үшін жауапкершілікті қалай аламыз? Және өз өмірімізге жауапкершілікті алғаннан кейін қандай істерге дайын болу керек, біз соны талқыласақ. Ең бастапқыда жауапкершілік деген не екенін түсініп алсақ. Көбісі жауапкершілік деген мен бір нәрсені сатып алсам, ол маған обязан деген сөзбен түсінеді. Міндетті. Өмірде маған ешкім міндетті емес. Және мен ешкімге де міндетті емеспін. Алған қателігіме өзім жауап берем. Ең басты өзімнің принципім мына жағдайда оянды. Адамды өзгертетін екі жағдай дедік. Біріншісі принцип, екіншісі тығырық. Бізге келгендердің екі түрлі мәселесі бар. Тығырыққа тірелгендердің көбісі шығып кетіп, шынайы жақсы өмірге түсіп кетіп жатады. Өйткені тығырық тірелген кезде, артқа вариант болмаған кезде біздің тілмен мостын жағады. Яғни принципін қосады. Екінші принципі. Тығырық тіреліп тұрып, принцип қосқан кезде дәлелін деймін деп, осы жерден шығам деп келген кезде, ол нәтижемен міндетті түрде шығады. Ал жай ғана келетіндер бар, нәрсе қалды шынымен. Сіз ақша қайтарам деп едіңіз, курс біткеннен кейін ешқандай нәтиже шықпаса дейді. Я деймін. Осының алдындағы бар еді ғой десем, жоқ, онда есімде жоқ дейді. Оның алдында айтылған мынандай сөз бар. Үй тапсырмасын орындаған жағдайда деген. 5 аптада 5 қарапайым тапсырманы орындағаннан кейін сұрасаңыз. Жарайды, 100% демей қойын. 10-20%-ын көрсетіңізші десең, көрсете алмайсың. Онда кінә кімнен? Яғни сол адамның өзінен ғой. Осы кезде ол өзінің жеке проблемасын айтып кетеді. Менің күйеуім қарсы болып еді, менің отбасым бір жерге кетіп қалып еді, ауырып қалып еді, жолға шығып кетіп едім, тойға кетіп қалып едім, тағы бір нәрсе істеп қалып едім. Жоқ, жауапкершілік өте маңызды болғаннан кейін біз 40 күнде окоп, 1 жылда армия деген стиль істейміз. Яғни ол жабылу керек. Сол үшін сол жағдаймен дайын болып келсеңіз, қазір түсіндіретін болам, қалай ары қаратай жауапкершіліктен кейін нәтиже шығаратынымызды. Қараңыз, бізге келдіңіз, сізге жұмыс тапсырылады. 40 күнде 40 қадам бар. Сол қадамдарды төмендегі номер арқылы ала аласыз.
соған WhatsApp-қа жаздыңыз, 40 күнде 40 қадам деген негізгі жұмыс жоспарын алып алсаңыз. 40 күнде осы 40 шаг арқылы негізгі жұмыс арқылы орындайсыз. Қараңыз, сіз бізге келгеннен кейін жұмыс алдыңыз, бұл қарапайым жасалу керек тапсырмалар. Әр аптаның өзінің жеке тапсырмасы. Бұл жерде енді не алу керек? Қараңыз, бұрын сонда сіз охранник болдыңыз, грузчик болдыңыз, кәсіпте болдыңыз, қандай да бір мемлекеттік бюджеттік қызметте болдыңыз, қандай да бір жерде жұмыс жасадыңыз, вахтада болдыңыз. Сіз мына жұмысқа үйренбегенсіз. Енді бұл жұмысқа үйрену үшін не керек? Ең басты нәрсе жауапкершілік. Қараңыз, жұмысқа жауапкершілік. Өте маңызды, алған жұмысқа сыртына үлкен жауапкершілік. Егер мына жұмысыңыз үлкейетін жағдайда, сіздің жауапкершілігіңіз одан да үлкею керек. Жұмыс сыртынан артса, жауапкершілік оның сыртынан кету керек. Өйткені көп жағдайда жауапкершілікті ала алмағаннан кейін жұмыс өнбей жатады. Ең бастысы осы. Қараңыз, қандай жұмыс болмасын, үлкен жауапкершілік. Ал бізде үлкен жұмыс алып алады, кішкентай жауапкершілікпен. Қарапайым нәрселердің өзін үлкейтіп алатын қаншама адам бар. Шынымен де, болмайтын нәрсені біреу арқылы шешіп алғысы келіп тұрады. Мысалы, ноутбук түсінбеуі, ол біреудің проблемасы деп ойлайды. Жоқ, ол сіздің жеке проблемаңыз. Қазір ноутбук білмесеңіз, расымен де алдағы 10 жылда қалатын боласыз точно. Сол үшін қарапайым нәрселерді өзіңізге алып, жұмысты толығымен іске көшсеңіз, кез келген жұмыстан нәтиже шығады. Өзімнің жеке принципім бар деп айтатын. Ол қандай? Көптеген жерден адамдар ақша тауып жатса, табысты болып жатса, мен таба алмасам, сол жерден менде бір нәрсе дұрыс емес. Қазір Аллаға шүкір 12-13 жобаға кіріп инвестор болып отыр. Өйткені ол жерден адамдардың пайда тауып жатқанын көрдім. Көзім жетті, зерттедім, анализ жасадым, анализ рынка жасадым. Яғни мен де таба алам деген принцип қойдым. Қараңыз, тура сол сияқты жасап жатқан жұмысқа тек қана жауапкершілік болды. Басқа бұл жерде артық нәрсені алудың қажеті жоқ. Бұрын сонда біліп тудыңыз ба, білмей тудыңыз ба? Тек қана білмесеңіз, соның рет-ретімен қайталап жаза алсаңыз. Өйткені бізде қараңыз, видео сабақтарға қара дегенді көбісі қиналып жатады. Сендер үйрету керексіңдер ғой деп. Енді видео сабақтарда адан яға дейін үтір нүктесімен жазылғанда, ол жерде қараңыз, сіз просто келе жатасыз, шешімін тіреп қалады, қасыңыздағы адамдардан сұрай саласыз. Видео бойынша түсіндіңіз, ол айта салған кезде өтіп кеттіңіз келесі сабақ. Келесі есік тағы да жабық сияқты көрінді. Оны ашу үшін жай ғана видеодан қарайсыз, толық түсінбей қалғаныңызда куратордан тағы бір адамнан шешім таба саласыз. Тек мына яға дейін бару үшін осындай кедергілердің бәрін өтіп және шешіп тастау керексіз. Қарапайым былай айтқанда. Әр мәселені шешіп алған сайын, мынау бір проблема, мәселе. Сізде сенімділік пайда болады. Ол дегеніміз бұрын сонды істеп көрмеген істі бір істеп алдық, екінші істе сеніміңіз оянды. Тура сол сияқты әр істе сіз мынаны шешіп отқан сайын, қараңыз. Мынау 200 мың теңге, мынау 300 мың, мынау миллион, мына жерде 5 миллион. Сіз 200 мыңды шешіп үйренсеңіз, 5 миллионды шешіп үйренсеңіз, мыналар емін еркін ойнап тұрып шеше аласыз. Негізі қарапайым ғой барлығы. Тура сол сияқты проблема мына жақтан басталмау керек те, көбісі арттан бастап жатады. Үлкен проблемаға кіріп алады, мынандай мәселемен. Деңгейі мынау. Шешуге жауапкершілік жоқ. Одан кейін жарты жолдан тастайды, алады да анау деген былай екен, тендер деген мынандай екен, конкуренция көп екен, нәжеде солай екен. Сол үшін біз әр адамға 40 күнде қадамдар дайындап қойдық. Ол қадамдардың ішінде барлығы жүйелі системасына көшу керек. Қараңыз, кез келген бизнес цифрға немесе қандай да бір жүйеге түспесе, ол ешқандай бизнес болмайды. Сіздің басыңызда хаос, өміріңізде де хаос болып кетеді. Ол қағаз бетіне түсіп, қандай да бір өзіңіздің алдыңызда көрініп тұрса, оның барлығы аз уақытта нәтижесін береді. Сол үшін
бірінші жүйеленуге көп уақыт жұмсап, одан кейін газды басқаныз негізінде дұрыс болады. Көбісі газды басады, жүйе жоқ, арт жағындағы бухгалтериядан бастап бүкіл системасы дұрыс емес, банкрот болатындардың негізгі себебі де осы. Сол үшін қандай да қаржылық сауаттылығыңызды реттегіңіз келсе, тендердің ішіндегі қарапайым құжаттарды түсінгіңіз келсе, жауапкершілік алыңыз. Оған себеп біз. Әр нәрсеге рет-ретімен жауапкершілікті береміз, толық ала алсаңыз, миллиондар емін-еркін сізге келетін болады. Ал жай ғана алма піс, ауызға түс, тисе терекке, тимесе бұтаққа деген стильмен келсеңіз, сізде нәтиже шығатынына күмәнім бар. Сол үшін іштей дайын болыңыз, сырттай жай ғана менің айтқан сөзіммен, сырттың ойымен келіп, сырттың ойы сізге қандай да бір ой салғанда өзгере салсаңыз, сізде бір нәрсе дұрыс емес. Ол негативқа қартай. Көбісі бастап келе жатады да, ана адамда нәтиже жоқ болса, өзінде күмән пайда болып кетеді. Сол үшін сенім деген ол кез келген жерден нәтиже шығаратын жүйе. Сол үшін сенімді болыңыз. Егер өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, төменге пікіріңізді жаза кетсеңіз, комментарийға өз ойыңызды жазып, қаншалықты сенімдісіз, қаншалықты дайынсыз. 100% болса 100% деп, от белгісімен жіберіп, дайын екеніңізді білсек. Бірігетін уақыт келді. Мыңбатыр даму орталығында үлкен жобалар кіруде. Тендердің ішіндегі тірлікті аз уақытта түсініп, басқа да жобаларға жауапкершілік алатын уақыт келді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, жан-жағыңа таратып, міндетті түрде жазылып қой. Ондай болса сәттілік.